Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай, құрамы да қолжетімді, ешқандай сүтті жұмыртқаны қажет етпейтін қарапайым жұп-жұмсақ топ-томпақ бауырсақтың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Және мені жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағында тұрған подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп кетсеңіздер болады. Себебі 95% көрермен мені тіркелмей қарайды екен. Ал енді бісмилля деп бастаймыз. Ең әуелі таза ыдысымызға 1 кесе жылы су, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық ашытқы және 3 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Сонан соң алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, жұп-жұмсақ қамыр илеп дайындаймыз. Қамырымыз жұмсақ болуы қажет. Жасалуы өте оңай. Қамырымызды жақсылап илеп, сонан соң дайын болайын деп қалғанда, үстінен шамамен 1 ас қасықтай май құйып, жақсылап июі қанғанша бастырып, қамырымызды илейміз. Видеодан байқағандарыңыздай, қамырымыз өте жұмсақ, жып-жылтыр, бір тегіс болып шығады. Сонан соң бетін жауып, жылы жерге қамырымыздың көтерілуіне қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз жұп-жұмсақ, бетін жауып қоямыз. Шамамен жарты сағаттан соң қамырымыз көтерілді. Енді оны ұн себе отырып 1/2 бөлікке бөлеміз де оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Видео пайдалы болған болса, достарыңызбен әлеуметтік желі арқылы бөлісіп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Қамырымызды жайып болғаннан соң, тура видеодағыдай кесіп алсаңыздар болады. Ал егер қаласаңыздар, дөңгелек тәрізді етіп кессеңіздер де болады. Мен осылай кескен маған ыңғайлы болды. Қамырды қатты жұқа етіп жаймаңыздар. Сонан соң қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салып, екі бетін аунатып, қызарғанша пісіріп аламыз. Беттерін кезек-кезек ауыстырып тұрыңыздар, себебі қатты күйіп пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан қозғап, екі бетін кезектесіп ауыстырып тұрамыз. Осымен біздің бауырсағымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Байқағандарыңыздай құрамында ешқандай сүт, қаймақ жоқ. Сонда да жұп-жұмсақ, топ-томпақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын!